Биыл қосымша 20 елді мекенге жаңадан ауыз су құбыры салынады, және де 11 елді мекен тозығы жеткен су жүйелері жаңартылатын болады. Нәтижесінде қамту деңгейі 88-де 6%-ға жететін болады, немесе халық санымен есептеген кезде 97-де 6%-ға жетеді. Қалған елді мекендерді алдағы 3 жылда толық қамту жоспарлануда. 465 елді мекенге газ жүргізіліп, қамту деңгейі 56%-ды құрап отыр. Биыл 63 нысан құрылысы аяқталып, қосымша 52 елді мекен табиғи газға қосылу мүмкіндік алып отыр. Нәтижесінде жалпы газбен қамтылған елді мекендер саны 517-ге жетіп, қамту деңгейі 63%-ды құрайды. Немесе халық санымен санаған кезде 78-де 3%-ды құрайды. Елді мекендердің 98%-ы орталықтандырған электр желісімен қамтылған. 5 жылда облыстың 214 елді мекен сапалы электр қуатымен қамтамасыз етілсе, биыл қосымша 47 елді мекен қосылатын болады. Облыста электр қуатын тапшы жалпы қажеттілік 320 мегаватты құраса, оның 80%-ы сыртқы көздерден тасымалданады. Осы мәселені шешу үшін Самұрық қазына қорымен бірлескен қуаттылығы 1000 мегаватты құрайтын бу газ қондырғы станциясын салу жоспарланған. Нысан үшін жер учаске белгіленіп, құрылыс жұмыстары басталды.